Сәлем достар, сіздермен бүгін Ақерке Қасым сіздерге таңғы асқа оңай жасалынатын лаваштан жасалған бөлектің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ұнымызға ыстық суымызды, яғни қайнаған суымызды қосып, оған тұз, сұйық май араластырып, жұп-жұмсақ қамыр етіп илейтін боламыз. Мен лавашты өзім қолымнан жасадым. Сіздер де лавашты қолдан жасап көріңіздер. Магазиннен сатып алғаннан гөрі қолдан жасалған лаваш өте дәмді болып келеді. Жақсылап илеуін қандырып, илеп шығамыз. Және де оны мен салафанға салып, 30 минутқа тұндырып қоятын боламын. Енді тұнған қамырымызды біз ұзынша етіп жайып алатын боламыз. Және де самсаның істеген жаңа тестасы сияқты кесіп бөліктерге бөліп, әрқайсысын бөлек жайып шығатын боламыз. Шамамен көлемі осындай болып шығады. Көлемін кескен кезде сіздер өзіңіздің табаларыңызға лайықтап кессеңіздер болады. Менің табам өте кішкентай болғандықтан мен оны кіші бөліктерге бөліп алдым. Содан соң бір-бірлеп оны жұп-жұқа қамыр етіп жайып шығамыз. Осылай видеодағыдай жұп-жұмсақ қамыр болып шығуы тиіс. Менде жұп-жұмсақ қамырлардың саны 17 болып шықты. Енді қызып тұрған табамызға әр қамырымызды осылай пісіріп алатын боламыз. Жай ғана қызып тұрған таба, оған ешқандай май құйып қажет емес. Сосын қамырды салғаннан кейін көп ұстамаңыздар, тез пісіп қалады. Яғни қамырды қойғаннан кейін бір қарасаңыздар, уже қоңырқай түске енгеннің өзінде сразу аударып алыңыздар. Піскен лаваштарымызға осылай су сеуіп шығамыз. Лавашымыз қатып қалмас үшін. Осы тәсілмен үйреніп алсаңыздар, үйде отырып өз қолдарыңызбен лаваштан ішіне әртүрлі салмаларын салып, неше түрлі таңғы асқа, неше түрлі дәмді жейтін іске бастарлар істесеңіздер болады. Өте оңай жасалуы. Мен бүгін осы лавашымнан бөлек жасаймын. Сіздер де жасаңыздар, өте керемет болып шығады. Міне менің лаваштарым дайын болды. Жыртылып кетпейді. Осындай созылмалы лаваш болып шықты. Керемет. Енді бұл лаваштан осылай мен бөлек жасадым, оның салмасына сыр қостым. Ең алдымен лавашымызды осындай ортасынан қиғаштау етіп кесіп аламыз. Бөлектің пішіміне сәйкестендіріп. Сырды да солай ұзынша етіп кесіп аламыз. Бөлекті әртүрлі салмамен, начинкасымен істейді. Мен сырды қолдандым. Сіздер колбасаны қоссаңыздар болады. Ірімшік пен көкпиязды араластырып қоссаңыздар болады. Әртүрлі начинкамен істеуге болады негізі. Бірақ мен сырмен істегенді жақсы көремін. Сырмен өте дәмді шығады.
Сосын осы видеодағыдай лавашымызға сырымызды орап шығатын боламыз. Лавашқа сырды орағаннан кейін оралған жағын, жаңағы ішкі жағын басып қоямыз, сол жағына қарай. Себебі ашылып кетпес үшін. Міне барлығын орап шыққаннан кейін енді екі жұмыртқамызды жарып, оған азырақ тұзымызды қосып, араластыра отырып, лавашымызды осы жұмыртқаға малып, қызып тұрған сұйық майымызға пісіріп алатын боламыз. Жасалу өте оңай, ешқандай еңбекті қажет етпейді қатты. Таңғы асқа тез дайын болатын тағамның бір түрі тіске басар. Міне менің сырный бөлектерім дайын болды. Өте хрустящий, керемет дәм береді. Жеген кезде де дәмі аузыңызда қалатын бөлектер. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қолдарыңыздан үй жағдайында лаваш істеп көріңіздер. Міндетті түрде маған осы рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіздер, және де жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менің ең бірінші шыққан видеомды сіздер бірінші болып көретін боласыздар.